Сәлем қыздар, сіздерге бүгін самсаның қамыры жұмсақ болатын және де үгітілмелі және де соленый болып шығатын рецебін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізге сұралады. Ең алдымен қамырымызды осылай дайындау үшін бізді ұнымызды ыдысымызға салып аламыз және де үй температурасында тұрған суымызды үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырғаннан кейін осылай қамырдың ортасына ашып, суымызды біртіндеп қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың үстін орамалмен жауып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Яғни демін басу үшін. Одан кейін бізге осындай сары майымызды алып, микроволновкаға немесе вакуумный ыдысқа ысытып осылай алып алсаңыздар болады. Одан кейін қамырымыз міне 15 минут болды. Ендігі кезекте қамырымызды ұзынша етіп, жіңішке етіп жаятын боламыз. Қалыңдығы жұқа, дастарханның астында суреті көрінетіндей қылып, қамырларыңызды жайып алыңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз үгітілмелі болатын болады. Одан кейін үстіне мына сары майымызды осы щетканың көмегімен барлығын түгел шетіне дейін барлығын дейін жағып шығасыздар. Ендігі кезекте сіздерге орау әдісін көрсетейін, яғни жіп-жіңішке етіп, ортасына ауа кетпейтіндей етіп, қамырымызды орап шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай ораңыздар және де үстін қолыңызбен басып отырыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Менің каналымда рецебі өте оңай, үй жағдайында жасалатын әртүрлі салаттардың, пирогтардың рецебі бар. Көрсеңіздер болады. Және де осы видеоның таралуына өз септіктерін тигізу үшін поделиться бөлімін басып, WhatsApp, Instagram желісіне жіберсеңіздер. Сіздерге алдын ала рахмет айтамын. Міне осы барлығын орап аламыз. Соңына дейін жіңішке етіп, одан кейін осылай міне дәл видеодағыдай доңғалақ етіп орап, оны сыртын целлофанмен салып 15 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Себебі неге? Біз начинкасын дайындауға. Ендігі кезекте мен салмасына бір картоп, фарш және де жуа салдым. Одан кейін татымына қарай тұз, бұрышымызды қосамыз және де кішкене сары май қосамыз, яғни сұйық май. Себебі бізде фаршым құрғақтау болғандықтан мен сұйық май қостым. Және де су қосуды ұмытпаңыздар, себебі ішіндегі мына етіміз үгітілмелі, соленый болып шығады. Міне қыздар, осы ең құпиясы, осы ішіне кішкене суды кішкене молырақ қосыңыздар. Одан кейін осы салмағымызды дайындап болғаннан кейін холодильниктен мына қамырымызды алып, осылай дәл видеодағыдай өздеріңіз бөліп шықсаңыздар болады. Және де міне видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай ортасынан басып, барлығын осылай дайындап аласыздар доңғалақ етіп, және де қолыңызбен кішкене басып жіберіңіздер. Сол кезде сіздерде қамырларыңыз үгітілмелі, күшті болып шығады. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін, осылай ұнның көмегімен сіз осылай қамырымызды илеп аламыз және үстіне салмағымызды салып, одан кейін үстіне үй жағдайында жұмыртқа қоссаңыздар бетіне, одан күнжет қоссаңыздар болады. Соны қосып 180 градус температурада 30 газымызге салғаннан кейін толық піскеннен кейін қыздырып қойыңыздар. Газымыздан алып үстіне салуға ыңғайлы болу үшін сол кезде сіздердің қамырларыңыз жұмсақ және де үгітілмелі болатын болады. Міне достар, менде самсам осылай дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің осы рецебіммен отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Және де тағы да айта кетейін, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын барлықтарыңызға.